Сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ. Адам өмірінде талай адаммен кездеседі. Достар табады, әріптестермен араласады, таныстар көбейеді. Бірақ жүрегіңді шын түсінетін, сен жылағанда бірге жылайтын, сен қуансақ бірге қуанып, қиналсаң жаныңнан табылатын бір ғана орта бар. Ол отбасы. Отбасы бұл жай ғана бір шаңырақ астында өмір сүретін адамдар емес. Бұл сенің тамырың, бұл сенің тірегің, бұл сенің өмірдегі алғашқы мектебің. Адам ең бірінші сөзді анасынан естиді, ең бірінші батаны әкесінен алады, ең бірінші мейірімді бауырларынан сезінеді. Сол себепті де сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ. Біз кейде сырттағы адамдарды артық көріп кетеміз. Достарымызға сыр ашып, бөтенге сеніп, ал үйдегі жандардың қадірін ұмытып жатамыз. Бірақ шындық мынау. Сен құласаң, көп адам күледі, ал отбасың ғана сені тұрғызуға тырысады. Сен қателессең, көпшілік сынайды, ал ата-анаң дұға етеді. Қазақ халқы бекер айтпаған. Отан отбасынан басталады. Егер отбасы мықты болса, адам да мықты болады. Егер отбасы берекелі болса, қоғам да берекелі болады. Біздің ұлттық тәрбиемізде ата-ананы құрметтеу ең үлкен міндеттердің бірі. Бұл жай дәстүр емес, бұл иманның белгісі. Қасиетті Құранда да ата-ананың орны ерекше айтылады. Мысалы, Құран кітабында ата-анаға уф деп айтпау туралы ескертіледі. Бұл олардың дәрежесінің қаншалықты биік екенін көрсетеді. Ал-Фатиха сүресі бізге Алладан тура жол сұрауды үйретеді. Сол тура жолдың бірі ата-анаға құрмет. Ана мейірімнің символы. Анаң сені 9 ай көтерді, түн ұйқысын 4 бөлді, ауырсаң жүрегімен ауырды. Әке қорғаның. Әкең сен үшін маңдай терін төгіп, отбасының қамын ойлады. Олар сенен ештеңе күтпеуі мүмкін, бірақ сенің бақытты болғаныңды ғана қалайды. Өкінішке қарай, кей адамдар ата-анасының қадірін олар жоқ кезде ғана түсінеді. Тірі кезінде жылы сөз айтпағанына, уақыт бөлмегеніне, көңілін сұрамағанына өкінеді. Бірақ уақыт кері қайтпайды. Сондықтан бүгін барында бағалайық. Отбасы сенің күшің. Егер сенің артыңда дұға ететін анаң, қолдайтын әкең, сенетін бауырларың болса, сен байсың. Байлық ақшада емес. Байлық сен үшін шын жүректен тілек тілейтін адамдарда. Қазіргі заманда адамдар материалдық дүниеге көп мән береді. Үй, көлік, қызмет, атақ бәрі уақытша. Бірақ отбасы мәңгілік құндылық. Сен шаршап үйге келгенде, есікті ашып күлімдеп қарсы алған жандар сенің ең үлкен бақытың. Кейде біз ата-анамыздың сөзін түсінбей, қарсы шығып жатамыз. Бірақ уақыт өте келе олардың әрбір айтқаны өмірлік тәжірибеден туған ақыл екенін ұғамыз. Олар сенен жамандық тілемейді. Олар сенің қателеспеуіңді қалайды. Бала үшін ең үлкен тәрбие ата-анасының үлгісі. Егер әке әділ болса, бала да әділ болады. Егер ана сабырлы болса, бала да сабыр үйренеді. Отбасындағы махаббат болашақ қоғамның іргетасы. Сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ, себебі олар сені пайда үшін емес, жүрек үшін жақсы көреді. Достық кейде мүддеге байланысты болуы мүмкін. Қызметтегі әріптестік жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін. Бірақ ана махаббаты өзгермейді. Қанша жерден үлкен жетістікке жетсең де, ең бірінші қуанатын ата-анаң. Қанша жерден қателік жасасаң да, ең бірінші кешіретін отбасың. Сондықтан бүгіннен бастап отбасына көбірек уақыт бөл. Анаңа хабарлас. Әкеңнің халін сұра. Бауырларыңмен жылы сөйлес. Үйде береке болса, жүректе тыныштық болады. Жастарға айтарым. Ата-анаң тірі кезде қадірін біл. Олардың батасын ал. Себебі ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Отбасын сыйламаған адам ешқашан толық бақытты болмайды. Отбасы сенің алғашқы ұстазың. Өмірдің ең маңызды сабақтары дәл сол шаңырақта үйретіледі. Сыйластық, сабыр, кешірім, жауапкершілік. Бақыт алыс емес. Бақыт сенің үйіңде. Бақыт анаңның күлкісінде. Бақыт әкеңнің батасында. Бақыт бауырларыңның жанында. Есіңде болсын. Өмірде талай адам келіп кетеді. Бірақ отбасың сенің мәңгілік тірегің. Сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ.
Сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ. Адам өмірінде талай адаммен кездеседі. Достар табады, әріптестермен араласады, таныстар көбейеді. Бірақ жүрегіңді шын түсінетін, сен жылағанда бірге жылайтын, сен қуансақ бірге қуанып, қиналсаң жаныңнан табылатын бір ғана орта бар. Ол отбасы. Отбасы бұл жай ғана бір шаңырақ астында өмір сүретін адамдар емес. Бұл сенің тамырың, бұл сенің тірегің, бұл сенің өмірдегі алғашқы мектебің. Адам ең бірінші сөзді анасынан естиді, ең бірінші батаны әкесінен алады, ең бірінші мейірімді бауырларынан сезінеді. Сол себепті де сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ. Біз кейде сырттағы адамдарды артық көріп кетеміз. Достарымызға сыр ашып, бөтенге сеніп, ал үйдегі жандардың қадірін ұмытып жатамыз. Бірақ шындық мынау. Сен құласаң, көп адам күледі, ал отбасың ғана сені тұрғызуға тырысады. Сен қателессең, көпшілік сынайды, ал ата-анаң дұға етеді. Қазақ халқы бекер айтпаған. Отан отбасынан басталады. Егер отбасы мықты болса, адам да мықты болады. Егер отбасы берекелі болса, қоғам да берекелі болады. Біздің ұлттық тәрбиемізде ата-ананы құрметтеу ең үлкен міндеттердің бірі. Бұл жай дәстүр емес, бұл иманның белгісі. Қасиетті Құранда да ата-ананың орны ерекше айтылады. Мысалы, Құран кітабында ата-анаға уф деп айтпау туралы ескертіледі. Бұл олардың дәрежесінің қаншалықты биік екенін көрсетеді. Ал-Фатиха сүресі бізге Алладан тура жол сұрауды үйретеді. Сол тура жолдың бірі ата-анаға құрмет. Ана мейірімнің символы. Анаң сені 9 ай көтерді, түн ұйқысын 4 бөлді, ауырсаң жүрегімен ауырды. Әке қорғаның. Әкең сен үшін маңдай терін төгіп, отбасының қамын ойлады. Олар сенен ештеңе күтпеуі мүмкін, бірақ сенің бақытты болғаныңды ғана қалайды. Өкінішке қарай, кей адамдар ата-анасының қадірін олар жоқ кезде ғана түсінеді. Тірі кезінде жылы сөз айтпағанына, уақыт бөлмегеніне, көңілін сұрамағанына өкінеді. Бірақ уақыт кері қайтпайды. Сондықтан бүгін барында бағалайық. Отбасы сенің күшің. Егер сенің артыңда дұға ететін анаң, қолдайтын әкең, сенетін бауырларың болса, сен байсың. Байлық ақшада емес. Байлық сен үшін шын жүректен тілек тілейтін адамдарда. Қазіргі заманда адамдар материалдық дүниеге көп мән береді. Үй, көлік, қызмет, атақ бәрі уақытша. Бірақ отбасы мәңгілік құндылық. Сен шаршап үйге келгенде, есікті ашып күлімдеп қарсы алған жандар сенің ең үлкен бақытың. Кейде біз ата-анамыздың сөзін түсінбей, қарсы шығып жатамыз. Бірақ уақыт өте келе олардың әрбір айтқаны өмірлік тәжірибеден туған ақыл екенін ұғамыз. Олар сенен жамандық тілемейді. Олар сенің қателеспеуіңді қалайды. Бала үшін ең үлкен тәрбие ата-анасының үлгісі. Егер әке әділ болса, бала да әділ болады. Егер ана сабырлы болса, бала да сабыр үйренеді. Отбасындағы махаббат болашақ қоғамның іргетасы. Сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ, себебі олар сені пайда үшін емес, жүрек үшін жақсы көреді. Достық кейде мүддеге байланысты болуы мүмкін. Қызметтегі әріптестік жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін. Бірақ ана махаббаты өзгермейді. Қанша жерден үлкен жетістікке жетсең де, ең бірінші қуанатын ата-анаң. Қанша жерден қателік жасасаң да, ең бірінші кешіретін отбасың. Сондықтан бүгіннен бастап отбасына көбірек уақыт бөл. Анаңа хабарлас. Әкеңнің халін сұра. Бауырларыңмен жылы сөйлес. Үйде береке болса, жүректе тыныштық болады. Жастарға айтарым. Ата-анаң тірі кезде қадірін біл. Олардың батасын ал. Себебі ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Отбасын сыйламаған адам ешқашан толық бақытты болмайды. Отбасы сенің алғашқы ұстазың. Өмірдің ең маңызды сабақтары дәл сол шаңырақта үйретіледі. Сыйластық, сабыр, кешірім, жауапкершілік. Бақыт алыс емес. Бақыт сенің үйіңде. Бақыт анаңның күлкісінде. Бақыт әкеңнің батасында. Бақыт бауырларыңның жанында. Есіңде болсын. Өмірде талай адам келіп кетеді. Бірақ отбасың сенің мәңгілік тірегің. Сенің отбасыңнан артық өмірде жақсы адам жоқ.